Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 34-ші сабақ. Ескі қорғандардың сыры. Археологтың сыры. Жермен ұзақ мұңдасқан, жылап бірде күлді аспан. Талай-талай шаһарды толқын шайған, құм басқан. Жерде қандай да бір табиғат құбылыстары болса, оны күн аспанда көріп, бірде куә болған. Бірде толқын шайып, қалаларды толқын шайса, бірде құмдар басқан. Жер кітабын аштың ба, дастаны бар тастың да. Ертеде адамдар тасқа сурет салған. Олар темірмен, таспен ойып, түрлі бейнелерді салған. Мысалы бұғы, садақ атқан адам, тағы басқалар. Отырамыз жер шұқып, қақтаған күн астында, апта күтіп, жыл күтіп, ғасырларды қылғытып, бір кездерде сайрайды құбырларға тіл бітіп. Археологтар жерді шұқып, жердің астынан түрлі қазба байлықтарын немесе сүйектерді табады. Және оларды сүйектерді, мысалы, бағалы заттарды сараптамаға жіберіп, бір апта немесе бір жыл күтуі мүмкін. Ол жерден табылған сүйектер, тиындар, бағалы заттар неше түрлі ақпараттарды береді. Сол ақпараттарға қарап, мысалы, динозавр қандай уақытта өмір сүрген, адамдар қандай уақытта өмір сүрген, соның бәрін анықтайды. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркелейік.